Әртүрлі деңгейдегі әкімдердің есептік кездесулерінің қызған шағында Петропавл қаласының басшысы да биыл алғаш рет құрылыс экономикалық колледжінде халықпен тілдесті. Әкім өткен жылды саралап, алдағы уақыттағы жоспарларымен бөлісті. Әрине, атқарылған ауқымды жұмыстардың әрқайсысына тоқталу мүмкін емес. Дегенмен маңыздыларына тоқталсақ. Былтыр апаттық жағдайда тұрған 3 үй сырылды. Кәрім Сүтішев 38, Уральская 3 және 4 мекен жайларындағы баспаналар қала картасынан алынды. Биыл тағы 4 үйді бұзамыз. Олардың орнына 2 көпқабатты 93 пәтерге шақталған баспаналар тұрғызылады. Қалада апаттық жағдайдағы үйлер саны біршама. Дей тұрғанмен оларда жоспарлы сыру жұмысы нәтиже берері анық. Есептік кездесуде тұрғындар сан түрлі мәселемен жүгінуге мүмкіндік алды. Бірі өз сауалдарын жазбаша жеткізді. Енді басқалары уәждерін залда қойылған микрофондармен хабарлады. Былтыр қалада 7 көпқабатты баспана, 83 жер үй салынды. Әрине құрылыс қарқынының өскені тұрғындарды қуантып отыр. Алайда жергілікті билік органына түскен дақ жоқ емес. Әсел Есімова 2018 жылы көптен күткен пәтерге қол жеткізді. Көп жылдар бойы банк салымшысы болған қалалықтың қуанышы тек келісімшартпен шектелді. 34-ші үйден пәтер алып жатырмыз ипотекаға. Негізінде алдық, бүкіл құжаттар қолымызда, купля-продажа, әкімдікпен займ, жилстройда, график погашения. Мен 2-ші айдың ипотекасын төлеймін, квартираны әлі көрген жоқпыз. Мәселе неде? Вот отделу ЖКХ даю поручение, ключи выдайте завтра. Жолдар, тағы да жолдар. Бұл сұрақ биылғы есептік кездесуде де көтерілді. Әсіресе аулалық аумақтар басты тақырыпқа айналды. Биыл 100 миллион теңге қаражат бөлінді на чебеневание. Сондықтан көреміз. Көп қабатты баспаналардағы лифт жөніндегі мәселелер туралы да айтылды. Облыс орталығында 338 көтерме қондырғысы бар. Оның шамамен 100-ден астамы ескірген. Қала әкімі барлық лифттерді тексеріп, осы жылы қажетті сараптама жүргізілетінін айтты. Хотелось бы попросить вас, значит, о содействии по замене лифтов в нашем доме. Лифтам уже 25 лет. С лифтовым хозяйством шутить нельзя и недооценивать нельзя. Предлагаем выделение целевых средств через жилищную службу на замену лифтов. Жергілікті атқарушы билікке өтініштермен қатар тұрғындар тарапынан алғыс сөздерді жеткізілді. Оставили нам наконец-то футбольное поле и все прилегающее к нему. Очень довольные дети, очень довольные. Вот это лето было просто для них счастье. Двери не закрывались вообще. Дети с утра пораньше уже там. Вот чего мы хотели, чтобы они не болтались нигде, ничто. Вот того мы добились. Спасибо вам большое, огромное, за вашу работу. Айта кету керек, қала әкімінің есептік кездесуінде тұрғындар тарапынан 202 сұрақ пен өтініш түсті. Оның 129-ы абаттандыру жұмыстарына қатысты болды. Кезекті жиын қалалық мәдениет үйінде қаңтардың 25-іне жоспарланған.